Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Кәсіби мереке қарсаңында сіздермен кішігірім сұхбаттасқымыз келіп отыр. Ұстаздың өнеге жолы атты тақырыбында сіздердің жаңағы жүріп өткен жолдарыңызға байланысты кішігірім сұрақтарымыз бар, соларға жауап берсеңіздер. Бірінші сұрақ: ұстаз деген сөз сіз үшін қандай мағына береді? Бір-бірі жауап берсеңіздер кезекті. Мен бүгін ұстаздар күні қарсаңында бізден сұхбат аласыздар. Енді ұстаз деген ол сөз ғой. Абай айтқан жатқандай, ұстаз айтқан жалықпас үйретуден балаға деп. Енді осы ұстаздық жолына түскелі 35 жыл болды. Енді көптеген шәкірт тәрбиеледік. Өзіміздің білімімізді үйретуге тырыстық. Енді ұстаз деген ол әрдайым жаңағы айтады ғой, қашанда төр ұстаздікі деп. Сондықтан енді ұстаздарды құрметтейміз, өзіміздің де ұстаздардан жаңағы тәрбие алдық, білім алдық, тәрбие алдық деген сияқты. Сол ұстаздардың еңбегі өте ұшан теңіз, оны енді бәрі біледі. Ел басқарып отырған елбасымыз да сол ұстаздарынан білім алған деп айтқым келеді енді қысқаша. Иә, ұстаз деген енді ол сөз ғой. Ұстаз әрбір шәкірттің жүрегінен жол тауып, сол шәкірттерге өзінің білімін беріп, жаңағы тәрбиелеуде зор рөл атқарады деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Қазіргі оқушымен бұрынғы оқушының айырмашылықтары бар. Сіздер өткен замандағы буындарға да, ұрпақтарға да сабақ беріңіздер. Қазіргі 21 ғасырдағы ұрпақтарға сабақ беріп жатсыздар. Осы аралықта оқушылардың арасында айырмашылықтар бар ма? Қандай айырмашылықтар бар? Енді ол біздің кезіміздегі оқушылар мен қазіргі кездің оқушылардың арасында үлкен айырмашылық бар, әрине. Енді қазір заман дамып келе жатыр. Біздің кезімізде жаңағыдай компьютер деген басқалай жаңағы ақпарат алатын көздер көп болған жоқ. Біз көбіне оқулықтан алдық. Бүкіл ақпаратты ізденгенімізде жаңағы сол кітапханаға барып, қосымша материалдар жаңағы қарап солай оқыдық қой. Ұстаздарымыз да сол жаңағы өздері осы бізге берген білімі, өздерінің жаңағы жоғары оқу орнынан алған білімдерімен сөйтіп өткізген. Қазіргі кезде өте оқушыларға мүмкіндік үлкен, зор, жаңағы іздеймін, оқимын деген оқушылар болса, көптеген ақпаратты жаңағы алатын мүмкіндіктер бар. Мінез-құлықтарынан айырмашылықтар бар ма? Мінез-құлықтарында енді бұрынғы оқушылар мен қазіргі оқушылардың арасында айырмашылықтар бар ғой, әрине. Бұрынғы оқушылар мысалға жаңа айтып отыр ғой, жаңағы кітаптардан, газет журналдардан ізденіп, солай тапсырмаларды солай орындайтын еді. Енді қазір мынау интернет желісінен алып, жаңағы тапсырмаларды сонымен орындайды, ізденіп көп жаңағы. Мінез-құлықтарына деп отырған мінез-құлық дегенде әрине қазіргі балдар көп мына телефонмен көп пайдаланады ғой. Енді оның пайдалы да жағы, бір нәрсенің пайдалы да зиян жағы болады ғой. Енді соның осы зиян жағы көбірек болып батқан сияқты деп ойлаймын. Қазіргі балдар ашушаң болып келеді. Көп сөзді айтқан көтермейді. Соға болмайды оларға дейді мысалы. Енді бұрын біздер ұстазды көргенде алдын кеспей, алыстан көрсек те ол ұстазға көз алдына түспеуге тырысатын еді. Қазіргі енді оқушылардың ұстаздармен еркіндік берді ғой, еркіндік беріп қойды оқушыларға. Олар еркін жүреді, өз ойларын еркін айтуға мүмкіндік бар деген сияқты. Бұрында да айтып жүрдік қой. Дегенмен қазір балаға сенікі қате деп айтуымызға болмайды. Бұл бала сол қатеден бәрі үйренеді ғой, қателесіп.
сондай мінезден аздап бар енді бір өзгешелік. Оны қазір бізді тыңдап жатқан оқушылар ескереді деген ойдамыз. Келесі сұрақ, сабақтан тыс уақытта шәкіртіңізбен қандай қарым-қатынас құрасыз? Яғни қосымша сабақтан бөлек уақыттарда. Енді шәкірттерімізбен сабақтан тыс уақытта болғанда қарым-қатынас енді кәдімгі ол мектептің аты мектеп, енді үйдің аты үй ғой енді. Мектепте жаңағы оқушы мен мұғалім арасында бір не сақталу керек, арақашықтық. Қазір кейде байқап жатамыз, мына жас ұстаздарға оқушылар тым жақын болып кеткен сияқты қылықтар көрсетіп жатады, оның өзіміз көргесін кейде жаңағы оқушыларға ескертіп жатамыз, ол істеуге болмайды деген сияқты. Әрине жаңағы екі ұстаздың орны бөлек, оқушының орны бөлек қой. Сондықтан жаңағы олар өзінің жаңағы беріп отқан жаңағы тәрбиесі, білімі, негізі бірінші тәрбие ғой. Жаңа айтады ғой, тәрбиесі алған білім ол. Білім болмайды, өйткені егер тәрбиесі жоқ болатын болса, ол өзінің ортада өмірлік жолында жаңағы үлкен кедергі болады. Сондықтан жаңағы тәрбиеге көп көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Сондықтан жаңағыдай ара-қатынасты сақтап, оқушы мен ұстаздың арасында солай болу керек. Иә, осы ол жаңағы оқушы шәкіртпен жаңағы қарым-қатынас жасау, бұл мұғалімнің өзінің шеберлігіне байланысты ғой. Өзі жаңағы өзінің шеберлігіне байланысты ол жаңағы қарым-қатынасты ұстау арқылы оқушының жаңағы ізденімпаздығына, сосын жаңағы білім алуына кішкене әсер етеді деп ойлаймын. Яғни сабақтан тыс уақыт болса да, ара-қатынасты дұрыс ұстай алған жөн деп есептейсіз. Соңғы сауалымыз, егер қайтадан таңдау мүмкіндігі болатын болса, ұстаз жолын таңдар ма едіңіздер? Енді бұл сұрақ әрине қазіргі біз енді мектеп бітіргесінен әр адам өзінің жолын таңдайды ғой, өмірлік жолын, мамандығын дейді. Сол енді осы ұстаздық жолына түстік, сол еңбегімізді абыроймен атқарып келдік деп ойлаймын. Бірақ та енді қазіргі екінші мүмкіншілік берсе әрине ұстаздыққа қиын айту енді қазір заман ауыр болып кетті қазір. Мысалы шыны керек ұстаздарға көп жауапкершілік жүктеліп жатыр әрине. Сондықтан ұстаздықтан өзі басқа бір мамандыққа бір мүмкіндік болса солай таңдап еді деп ойлаймын. Осы рахмет. Сізде? Мен енді қайтадан мүмкіншілік болатын болса, осы ұстаздық жолды таңдар едім енді қайтадан да мүмкіндік болса. Себебі ол жаңағы оқушылардың жаңағы шәкірт алдымызда отырған шәкірттердің жаңағы тағдырына шыншылдыққа тәрбиелейтін ең жоғарғы, ең жаңағы мүдделі мамандық деп ойлаймын осы. Рахмет көп. Біздің сұрақтарымыз осымен аяқталды. Мереке қарсаңында сіздермен жүздесу, осылай кішігірім болса да сұхбат алу біздер үшін маңызды. Бүгін бізде қонақта болған физика пәнінің мұғалімі Сатекенов Айтқали Бекбатұлы және математика пәнінің мұғалімі Айтжанова Анаргүл Қойшықызы. Келіп сұхбат бергеніңізге көп рахмет айтамыз және кәсіби мерекеңізбен тағы бір мәрте құттықтаймыз. Рахмет сіздерге де.